сәлем. Сіздермен бірге компания мен оның Alina News брендтерінің өміріндегі соңғы жаңалықтарға арналған жаңа Alina Group жобасы. Бұл дегеніміз науқанның қызған шағындамыз, яғни жаңалықтар мен жарқын оқиғалар бұрынғыдан да жиі орын алуда. 8 маусымда Алматыда балалықтың ең жарқын мерекесі Profiland 2025 өтті. Айдың соңына қарай компанияның барлық логистикалық орталықтарында да осындай іс-шаралар ұйымдастырылады. Каждый день большой и яркий, игры, танцы и подарки. Окунись в природу краски, ой, дорогая, весная сказка. Танцы кружимся с друзьями, машем весело. Теміртау қаласында біз құрылыс колледжіндегі оқу сыныбын брендтеу жұмыстарын бастадық. Енді болашақ құрылысшылар Alinex бренді аясында құрылыс мамандығының қыр-сырын меңгере алады. Алматы қаласындағы құрғақ құрылыс қоспалары зауыты болашақ кәсіпкерлерді Кеміп және Алмаю секілді беделді екі жоғарғы оқу орнының студенттерін қабылдады. Ақпараттық турлар алғаш рет ағылшын тілінде өтті. 13 маусым күні Decarex бренді өзінің 17-ші жылдығын атап өтті. Алматыдағы қызметкерлер үшін шеберлік сағаттары, интерактив мен брендтік үздік қолданбаларының галереясы ұйымдастырылды. Decarexке шығармашылық табыстар тілейміз. Маусымда Астанада Наши бренді ұйымдастырған кезекті құрылыс фестивалі өтті. Елордадағы үздік бригадалар әрлеу жұмыстарын шебер әрі мұқият орындауда өзара сайысты. Бұл жігіттер үшін маусым сәтті болары анық. Келесі Наши құрылыс фестивалі Қарағандыда өтеді. Бригада столицы. Сегодня наш стройфест проходит в Астане. И сегодня мы выбираем самого профессионала с золотыми руками мастера. Следующий стройфест пройдет в городе Караганда. Даешь качество! Ал біздің Alina Group филиалдарының футбол чемпионатының іріктеу туры қызы түріп жүр. Бұл жас нағыз қызыққа толы болмақ. Мастер қандай? Жақсы. Ойынды қандай еді? Тамашаның башы жақсы. Ойын жақсы басталды. Ойын басталғаннан дальше көреміз. Как будет дальше продолжаться? Әрине, бүгінгі ойында осы жиналып отырған барша ойыншылар алаңында көріп жатсыздар. Оның бәрі өте жақсы ұйымдастырылған. Бірінші орында оған әрине алғысымыз шексіз. Бүгінгі ойында әрине міндетті түрде әр команда жеңіске өзінің командасын алып шыққысы келеді. Сондықтан біз де соның бір қатарындамыз. Жеңіске шықсақ деп тілейміз. Рахмет. Победа! Бізбен бірге болыңыздар. Және Alina Newspен жақсы жаңалықтарды жіберіп алмаңыз.